Бүгінгі әңгімеміз ашуланудың инновацияға алып келгені туралы болмақшы. 2025 жылдың 27 ақпанында Норвегиядағы әрбір тұрғынның ас үйінде бар ас үй құралына дәл 100 жыл толды. 27 ақпан 1925 жылы норвегиялық жиһаз шебері Тор Бьорклунд өз өнертабысы ірімшік кескіш үшін патентке өтінім берді. Жиһаз шебері Тор ірімшікті кәдімгі пышақпен кескенде оның бұзылып кететіні және қалың кесілетінен әбден шаршаған еді. Ол кездері ірімшіктің салмағы 3 килограммнан асатын. Ірімшік кескішті қолдану ірімшіктің ұзақ уақыт сақталуына мүмкіндік берді және адамдарға ірімшік сатып алуда үнемдеуге көмектесті. Бүгінгі күнге дейін 50 миллионнан астам ірімшік кескіш өндірілді. Бұл құрал қарапайым, ыңғайлы және пайдалануға оңай. Тор Бьорклунд жиһаз жасауда қолданылатын сүргінің, яғни жұмсақ ағашты жонатын құралдың жұмыс істеу принципін зерделей отырып, осындай әдісті ірімшікті кесуге қолдануға болатынын түсінді. Осылайша ол металл жүзі бар жалпақ ірімшік кескішті жасады. Сондықтан Норвегиядан сыйлыққа не әкелуге болады деген сұраққа тамаша жауап бола алады.